Қайырлы күн, домбырашы достар. Өмірде қуанған жағдайда алақай деген сөзді жиі айтамыз. Міне осы қуаныш жағдайды күймен де суреттеуге болады. Мен сіздерге бүгін алақай деген күйді үйретемін. Бұл күй шағында болса 2 бөлімнен тұратын көңілді шығарма. Қазір өз жылдамдығында ойнап көрсетейін. Міне осылай көңілді шалқыта аяқталатын күй мынау кезек қағыспен басталады. Екінші бөлімде мынау төменгі қағыстарды қолданамыз. Қазір енді осы бірінші бөлімнің кіріспесінен бастап көрсетейін. Бірінші бөлімде өздеріңіз байқағандай 3 сөйлем бар. Бірінші сөйлемін қазір мінекей ойнап көрсетемін. Осы тақырып 2 әуеннен құралады. Бір әуенге бір әуен ұқсас келеді, бірақ әрине өзіндік айырмашылықтар да бар. Енді қазір мынау 4 буыннан тұратын бірінші әуенді талдайық. Бастапқы буын осылай өзін-өзі 2 рет қайталағаннан кейін, мынау екінші нүктедегі пернені басу арқылы ары қарай 3-ші буынды ойнаймыз. Міне 3-ші буын 2 дыбыстан құралады. Екінші саусақпен бастаймыз, және де мынау үстіңгі шектегі пернені міне баса отырып бастау керек. Міне осылай 4 қағыспен аламыз да, мынау бірінші нүктедегі пернені басып 3 қағыспен аяқтаймыз. Енді тағы да бір ойнап көрсетейін. Екінші әуенінде осылай басталады, бірақ өзіндік айырмашылығы бар. Оны қазір ойнау барысында байқайсыздар. Бірінші әуеннен екінші әуеннің айырмашылығы мына дыбыстарда бастағанда дәл солай басталады. Енді 3-ші дыбысталған кезде қайтадан мына екінші саусақпен екінші нүктедегі дыбысты баспай, мынау 3-ші нүктедегі дыбысты басу арқылы жалғастырамыз. Осылай аламыз да, содан кейін мынау екінші пернедегі дыбысты аламыз. Сосын аяқтағанда бірінші әуенді қалай аяқтасақ, бұнда да солай аяқтаймыз. Енді екеуін бір-біріне қосып тағы да ойнап көрсетейін.
мінекей бірінші музыкалық әуен осылайша аяқталады. Енді екінші әуенді ойнаған уақытта мынау үшінші нүктедегі пернеден бастаймыз. Бұл енді 9-9 жүйесінде саналғанда бұл алтыншы перне болып саналады. Сіздер білесіздер, мынау алғашқы перне бұл жұлдызша перне деп аталады да, санаққа қосылмайды. Енді мынау бірінші нүктедегі пернеден бастап санаған кезде, міне мынау үшінші нүктедегі перне алтыншы перне болып саналады. Міне осыдан бастаймыз. Бірінші буын осылай тартылады. Тағы бір қайталап көрсетейін. Енді осы шағын әуен мынау екінші нүктедегі пернеден бастап ары қарай жалғасып қайталанады. Сөйте тұра ары қарай міне аяқтаған кезде бірінші нүктедегі пернемен аяқтаймыз. Бұл әуен өзін өзі қайталайды. Енді бастапқы әуенді осыған жалғастырып тағы да қайталап ойнаймыз. Мінекей, осы бірінші бөлімді құрайтын үш музыкалық сөйлемді толықтай талдап шықтық. Енді осы үшеуін бір-біріне қосып тағы да бір ойнап көрсетейін. Қайталаймыз. Енді бастапқы әуенді қайталап ойнаймыз. Мінекей, бірінші бөлімді толық аяқтадық. Екінші бөлім төмен қағу арқылы басталады. 4 қағыс қолданылады. Мінекей, былайша тартамыз. Мынау бірінші нүктедегі пернеден бастаймыз. Алтыншы нүктедегі пернеге түсеміз. Бұл жерде 3 қағыс алынды. Бірінші пернедегі бір қағыспен мына алтыншы нүктедегі қағыстарды қосқан кезде 4 қағыс алынды. Тағы бір ойнайық, мінекей. Ендігі қағыстар кезек қағыспен алынады.
міне осы ойын барысында біз бармақты баспай ойнаймыз. Яғни үстіңгі ішек ашық алынады. Тағы да бір қайталайық. Мынау 5-ші нүктедегі пернені басу арқылы бастаймыз. Алғашқы 4 дыбысты алғанда әр дыбысқа бір қағыспен ғана тоқталып өтеміз. Мінекей. Тек соңғы дыбысты алған кезде мінекей 3 қағыспен ойнаймыз. Енді әр қарай осы 6-шы нүктедегі пернеден бастаймыз. Осы 4 қағыстың барлығы төмен қағылды. Тағы бір қайталайық мінекей. Бірінші саусақпен, үшінші саусақпен, екінші саусақпен, содан кейін бірінші саусақпен басып ойнадық. Енді ары қарай осыны жалғастырайық. Алғашқы ойнаған әуенімізге қайтып келдік. Енді осы екі әуенді бір-біріне қосып ойнап, басынан бастап ойнап көрейік. Осылай ойнағаннан кейін ары қарай жалғасын мынау 3-ші нүктедегі пернемен жалғастырамыз. Өзін-өзі қайталайды. Өздеріңіз аңғарғандай, міне бұл музыкалық сөйлем бірінші бөлімдегі екінші сөйлем болатын. Міне сол сөйлемді осы тұста қайталап ойнап отырмыз. Бұл екінші бөлімде де ойналады. Міне осылай 2 рет ойнағаннан кейін барып, соңы бұлайша аяқталады. Фортеге аяқталады, қуанышпен. Мынау байқасаңыздар, мінекей 3 қағыспен 3 рет тартылды. Бір буын 3 рет ойналады да, соңында бір қағыспен аяқталады. Тағы бір рет қайталап ойнайық. Осылайша күй аяқталады. Енді екінші бөлімді тағы бір тұтастай ойнап, баяу жылдамдықта аяқтап, сөйтіп барып көрейік. Мінекей бастаймыз.
осылайша күй аяқталды. Құрметті достар, келесі жаңа күйді үйренуге дейін сау саламатта болайық. Осы күйді үйренген сәтте сіздерге тек қана сәттілік болсын. Күй ұнаған болса, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Сау болыңыздар.